Сәлем сұлу қыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді сметанник пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге жасап, видеоның соңына дейін қараңыздар. Осындай өте дәмді пирогтардың бірі шаймен ішкенге. Алдымен қажетті заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн, бөлме температурасындағы жұп-жұмсақ сары май қажет болады. Екеуін қолымызбен крошка жасап шығамыз. Барлығы біркелкі болғанша жақсылап крошка жасап аламыз. Сіздерге оңай жолын көрсетемін. Ешқандай миксер, онда ештеңе қажет емес. Сосын оған қант, разрыхлитель қосамыз крошкамызға. Жалпы песочный тесталардың барлығына қанттың майдалау болғаны дұрыс. Жақсы еру үшін араластырып, бір жұмыртқамызды салып, қолымызбен қамыр илейміз. Бастапқыда қамыр бірікпейтіндей болып көрінеді, бірақ қолымызбен қайта-қайта илей келе қамыр бірігіп, бізге қамыр шығады. Жақсылап илеп болған соң, біріккен соң пищевой пакетке орап, бөлме температурасында бір жарты сағат 40 минутқа қалдырып қоямыз. Сосын начинкасын дайындаймыз. Начинкасын бізге жұмыртқа, қант қажет болады. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі болғанша. Егер сізде блендер болып жатса, барлығын салып блендермен араластырып алсаңыздар да болады. Осылай араластырып, сосын оған сметана жоғары процент болғаны дұрыс. Начинканың жақсы болу үшін. Сосын крахмал, кукурузный крахмал. Міндетті түрде кукурузный крахмал болуы керек. Картофельный крахмал жарамайды. Қазір барлық жерлерде кукурузный крахмал табуға болады магазиндерде. Ал сосын ванилин, менде ванилин болған жоқ, сондықтан ванильный сахар қостым. Осылай барлығын салып болған соң тағы да араластырамыз біркелкі масса болғанша. Міне біздің массамыз дайын болды, яғни начинкамыз. Ал енді қамырды формаға жайғастырамыз. Форма менде 22 сантиметрлі форма. Осылай біркелкі болғанша жан-жағына қойып шығамыз. Астыңғы қамырдың кейбір жері қалың, кейбір жері жұқа болып қалмасын. Астыңғы жағы біркелкі болу керек, қатты тым жұқа болып кетпесін. Осылай барлығын тегістеп қолымызбен қойып шыққан соң, үстіне начинканы құямыз. Алдын ала пешті қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. 150-140-150 градуста 60 минут пісіретін боламыз. Өздеріңіздің пештеріңіздің ыңғайына қарайсыздар. Бетіне сәндік үшін ягода салдым. Ол міндетті емес. Қызып тұрған пеште 150-160 градуста 60 минут шамасында пісіріп, әбден суыған соң ғана пештен шешетін боламыз. Кесуден алдын 1-2 сағат шамасында холодильникке қойып алсаңыздар да болады. Арасындағы начинканың ағып кетпеу үшін. Міне сметанник пирогымыз дайын, өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Төменге пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған үміт.